Ертеден келе жатқан сенім бойынша адамның мінезі мен болмысы оның туылған жылына байланысты. Егер сіз осы пікірмен келісетін болсаңыз, біздің бүгінгі видеомызды жоғары бағалауға тиіссіз. Міндетті түрде соңына дейін қараңыз. Қайырлы күн, құрметті көрермен. Біздің арнамызға тіркеліп, ана тіліміздегі контентті дамытуға өз үлесіңізді қосыңыз. Ендеше біз бастайық. Тышқан жылы. Тышқан жылы туылғандар табиғатынан жұмсақ адамдар. Олар шыншыл және жолы болғыштар. Тышқан жылы туылғандар өзінің мүмкіндіктеріне сенімді. Айналадағылар оларды бақытты адамдар деп санайды, бірақ олар бұл пікірмен келісе қоймайды. Мәселен, олар бір жапырақ нанның өзін маңдай термен тауып жейді. Олар тез әрі жылдам эмоцияға берілгіш келеді. Өмірде болған келеңсіздіктерді өте ауыр қабылдайды. Ал бұл жағдай олардың денсаулықтарына кері әсер етуі мүмкін. Олар отбасын алға сүйреп, жұмысында да биіктен көрінуді мақсат етеді. Тышқан жылындағылар үнемі пойызға кешіккен жолаушыдай асығыс жүреді. Майда шүйде нәрсеге де қуана біледі. Келешектерін ойлағандықтан ақшасын да орнымен жұмсайды. Олар айналадағы көрген білгендерін ойларына түйіп, жақсы нәтиже шығара алады. Бірақ еңбек сүйгіш болғанымен кейде соған жараса сәттіліктерге жетпей жатады. Олар кішкентай нәрселердің өзіне мән беріп өмір сүреді, себебі өмірдің бақыт пен кішкентай қуаныштан тұратынын біледі. Тышқанның мінезі кейде біраз қопалдау болуы мүмкін. Сиыр жылы. Бұл мүшел тышқанға қарама-қарсы. Табиғатынан ауыр мінезді, сабырлы және әрекетшең келеді. Олар бір уақыттың ішінде бірнеше шаруаны тындыруы мүмкін. Мәселен, кітап оқып отырып, арасында өзіне керегін түртіп алады. Немесе тамақтанып, теледидарды да көріп үлгереді. Олар тез шешім шығаруға асықпайды. Ойындағысын мың рет ойланып, толғанып барып жауабын айтады. Олардың денсаулықтары өте мықты, әдемі киінгенді жақсы көреді. Ұзақ уақыт бойы бір жерде отыра алмайды. Сиыр жылғылар өз-өзімен гармонияда өмірден ләззат алып өмір сүруді біледі. Өзінен ештеңені аямайды. Сиыр жылғылар саяхаттағанды да жақсы көреді. Олардың пікірінше өмір онсыз да әділетсіздікке толы. Сол үшін олар майда шүйдеге бола көңіл күйін түсірмей, достарының ортасында көңіл көтеріп, табиғат аясына шыққанды ұнатады. Олар пайдалы іспен шұғылданып, оған өмірін арнауға да бар. Сиыр жылғылар қайратты, әрі тамаша сұхбаттас керемет жандар. Барыс жылы. Барыс жылғылар өмірде жолы болғыш, парасатты адамдар. Өзгелерді терең түсініп, жан тәнімен сезіне алады. Болып жатқан жағдайды жан-жақты ойлап барып, шешім шығарады. Дүниеге көзқарасы кең, ғалым адамдар. Бірақ өзіне жараса мінез құлықтары да бар. Өзіне тиісті заттардың үнемі ұқыпты, жинақы болғанын қалайды. Қалаған уақыттарында өзін еркелетіп, демалуды да біледі. Олар көп сөйлемейді. Жұмысты жай істейді, бірақ еріншек емес. Оларды айыптап, балағаттауды ойыңызға да алмаңыз. Себебі олар дер кезінде жауап бермегенімен өмір бақи сізден көңілі қалып кетуі мүмкін. Арзан әңгіме, өтірік сөз айтып әуре болмаңыз. Олар мұндайды жек көреді. Шешім қабылдауда көбінесе дұрыс тарапын таба алады. Қоян жылы. Олар өте еңбекқор, жауапты адамдар. Екінші жағынан ашушаң, қызуқанды, мінезді адамдар болып келеді. Өзін айналадағыларға сыйлатқысы келеді. Бірақ мұнысынан пайда шықпай, кейде денсаулығына қиян келтіріп алуы мүмкін. Олар өздерінің жүріп тұрысынан, ішіп жеуінен ештеңені аямайды. Өте талапшыл болғандықтан кейде отбасы мүшелерімен келіспеушілік туындатады. Сәтсіздікке түссе, өзін тез тастап жібереді. Сондықтан оларды сен күштісің, сен мықтысың деп мақтап тұрыңыз. Олардан мықты спортшылар мен саудагерлер шығады. Қоян жылындағылар ескеретін жағдай, адамдарға кішіпейіл болуды ұмытпаңыз. Ұлу. Әбден ойланып, жоспарлап барып, іске көшетін адамдар. Бастаған ісін соңына жеткізбейінше тыным таппайды. Өтірік мақтанғанға алданбайды. Олар қуатты адамдар.
жеткен жетістіктеріне қуана біледі. Олар өте еңбекқор, тәртіпке бағынатын адамдар. Келісімге келіп, ортақ шешім шығаруға да талаптанады. Өмірінде кездескен келеңсіздіктерді оңай әрі ақылмен шешеді. Ақша мен махаббатты бағалайды. Жылан жылы. Жылан жылғылар бұл айналаға сенімсіздікпен қарайтын адамдар. Сол үшін көп сөйлегеннен гөрі тыңдағанды жақсы көреді. Олар шыдамды, біреуден ақыл сұрағанды ұнатпайды. Бүгінгі өмірмен өмір сүреді. Көңілді орталарды жақсы көреді. Ақша жұмсағанды ұнатады. Мақсатына жете алатын жігерлі жандар. Олардан кәсіби дәрігерлер, журналистер мен әскери адамдар шығады. Жылқы жылы. Жылқы жылы туылғандар өте сүйкімді, ашық жүзді, ақ жарқын адамдар. Үй шаруасына пысық. Олар өте қарапайым. Тәкаппарлықты жақсы көрмейді. Бірақ олардың жеке басына тіл тигізетін болсаңыз, сізден міндетті түрде кек алады. Олар отбасы мен елін қатты сүйеді, бірақ ойланып барып, ақылмен шешім қабылдайды. Дүние мүлікке қызыға бермейді. Олардың еңбекшілдігіне қарап, дос-жарандар мен нағашы жұрты оларды қатты жақсы көреді. Алайда жылқы жылы туылған адамдарға еркіндік пен тәуекелге берік болу деген қасиеттер жетіспейді. Қой жылы. Қой жылғылар өте кешірімді, ғажайып адамдар. Бірақ кешіруден бұрын сізге деген өкпе ренішін айтып, бір жеңілдеп алады. Солай екен, онымен сөзге келіп қалсаңыз, еститініңізді естуге дайын тұрыңыз. Бірге жүрсеңіз, олардың күші мен ақылына таң қаласыз. Олар өзгелерге қарағанда алда жүріп, оларды соңынан ерте алатын тамаша қабілетке ие. Көп нәрседе жетістікке жете алады. Олар өмірде көп жетістікке жете алатын жолы болғыш адамдар. Мешін жылы. Мешін жылғылар қой жылғыларға қарағанда алда жүргенге ұмтылмайды. Бүгінгі күні тыныш, ертеңгі күні уайымсыз болса жетеді. Ең қиын жұмыстардың өзін үдесінен шығып, нақты орындайды. Мешін жылғылар өте еңбекқор. Онысымен қатар, олардың көңілі нәзік, тез қапаланғыш болады. Мешін жылғылар қамқор жандар. Олардан тамаша педагогтер мен суретшілер шығады. Тауық жылы. Тауық жылғылар өзіне сенімді, жүйкесі шыдамды, бақуатты адамдар. Көптеген жетістіктерге жетіп, алға ұмтылуға қадір. Бұл үшін оларды қолдап тұрсаңыз болғаны. Ішең, шаруаға бейім, әзілкеш, ортасына жағымды жандар. Әдемі киініп, күліп жүргенді ұнатады. Ит жылы. Ит жылы туғандар ашық жүзді, келісті адамдар. Олар кез келген адаммен жақын араласып кете алады. Олар ортаның гүлі, өз көзқарасын берік ұстанатын адамдар. Ит жылы туылғандар отбасына қолайлы. Олардан мейірбан ата-ана шығады. Олар шын дос бола алады. Олармен тату тәтті өмір сүруге тырысыңыз. Әйтпеген жағдайда сізді аяп отырмайды. Доңыз жылы. Доңыз жылы туылғандар өте ақылды, оқымысты, іс біліммен адамдар. Айналасындағыларды тәртіпке сала алады. Заңды құрметтеп, сол бойынша іс бастайды. Өзіне тапсырылған істі мүлтіксіз орындайды. Олар ортада өздерін жақсы ұстап, диктаторлық қабілетімен көзге түседі. Нақты әрі дұрыс шешім шығара алады. Еңбекқор, қамқор жандар. Олардан мықты хирургтер мен юристтер шығады. Видео ұнады ма? Ұнаған болса, міндетті түрде лайк басыңыздар. Комментарийге өз ойыңызды жазып, пікір қалдырсаңыз болады. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыз, ал біз келесі видеоларда көрісеміз.